Сәлем достар, бұл видеода білек бұлшықеттерін түсіндіремін. Білек бұлшықеттері алдыңғы және артқы болып бөлінеді. Оның әрқайсысы беткей және терең бұлшықеттерден тұрады. Білектің алдыңғы бұлшықеттерінің беткей қабаты дөңгелек пронатор, мускулис пронатор терис бірінші цифрамен көрсетілген тоқпан жіліктің медиалды айдаршық үстінен басталады да кәрі жіліктің латеральды беткейінің 1/3 бөлігіне барып бекінеді. Ол білекті пронациялайды және білекті шынтақ буынында бүгеді. Пронация дегеніміз білекті ішке айналдыру. Келесі білезікті бүгетін кәрі жіліктік немесе қар жіліктік бұлшықет 14 цифрамен көрсетілген мускулис флексор карпи радиалис. Ол да тоқпан жіліктің медиалды айдаршық үстінен басталып, екінші алақан сүйегінің негізіне барып бекиді. Қол басын бүгуге және әкетуге қатысады. Үшінші алақандық ұзын бұлшықет мускулис пальмарис лонгус. Бұл да тоқпан жіліктің медиалды айдаршық үстінен басталып, алақанның апоневрозына барып бекінеді, қол басын бүгеді және алақан апоневрозын тартады. Келесі білезікті бүгетін шынтақтық бұлшықет 5 цифрамен көрсетілген мускулис флексор карпи ульнарис. Тоқпан жіліктің медиалды айдаршық үстінен және шынтақтық өсінді олекраноннан басталады да, осы білезік аймағында бізде 8 сүйек бар, яғни 2 қатар болып орналасатын, соның бұршақ тәріздісіне және ілмек тәрізді сүйекке бекінеді, және 5-ші алақан сүйегіне барып бекінеді. Ол қол басын бүгеді және әкелуге қатысады. Келесі саусақтарды бүгетін беткей бұлшықет мускулис флексор дигиторум суперфициалис 4 цифрамен көрсетілген, ол да тоқпан жіліктің медиалды айдаршық үстінен басталады. Ары қарай ол саусақтарға дейін, яғни 2-ші, 5-ші саусақтарға дейін жалғасады екен. Олардың аралық фалангісіне дейін жетеді және 2-ге бөліну арқылы осы аралық фалангіге қарай бекінеді екен. Яғни бізде саусақтарда дисталды, проксималды және аралық фалангілерді ажыратамыз. Көктегі бізде аралық фаланга, яғни аталған бұлшықет осы фалангіге дейін жетіп барып тоқтайды екен. Оның қызметі саусақтардың аралық фалангісімен қол басын бүгу болып табылады. Келесі білектің алдыңғы топ бұлшықеттерінің терең қабаты. Бірінші бұлшықет бас бармақты бүгетін ұзын бұлшықет 8 цифрамен көрсетілген мускулис флексор полицис лонгус, яғни флексор дегеніміз бүгу деген мағынаны береді. Тоқпан жіліктің медиалды айдаршық үстінен басталады бұл бұлшықетте және кәрі жіліктен басталады. Бекінетін орны бас бармақтың дисталды фалангісінің негізі және қызметі бас бармақты бүгу. Келесі саусақтарды бүгетін терең бұлшықет, яғни жаңа біз беткей бұлшықеттерді атағанда саусақтарды бүгетін беткей бұлшықетті айтқан болатынбыз. Енді терең бұлшықет мускулис флексор дигиторум профундус шынтақ сүйектен басталады және 2-ші, 5-ші саусақтардың дисталды фалангісінің негізіне бекінеді. Дисталды фалангілермен қол басын бүгу қызметін атқарады. Ары қарай шаршылық пронатор, мускулис пронатор квадратус шынтақ сүйектің медиалды қырынан басталады да, кәрі жіліктің латеральды қырына және алдыңғы бетіне бекінеді, білекті ішке айналдырады. Білекті ішке айналдыру пронация деп аталады, сәйкесінше бұлшықеттің атауы шаршылық пронатор. Енді білектің артқы топ бұлшықеттеріне келдік, беткей қабаттан бастаймыз. Бірінші мускулис брахиорадиалис, иық кәрі жіліктік бұлшықет басталады тоқпан жіліктің латеральды айдаршық үстінен, эпикондилус латералистен және бекінеді кәрі жіліктің дистальды соңына дейін. Білекті жазу қызметін атқарады. Одан кейін мускулис экстенсор дигиторум 4 цифрамен көрсетілген саусақтарды жазатын бұлшықеттер басталады тоқпан жіліктің латеральды айдаршық үстінен, эпикондилус латералистен бекінеді саусақтардың фалангісіне. Дистальды және проксималды фалангілерді жазады. Байқасаңыз, бізде жазатын бұлшықеттер эпикондилус латералистен басталады, ал бүгетін бұлшықеттер эпикондилус медиалистен, яғни тоқпан жіліктің медиалды айдаршық үстінен басталады. Келесі мускулис экстенсор карпи ульнарис 13 цифрамен көрсетілген білезікті жазатын шынтақтық бұлшықет. Тоқпан жіліктің латеральды айдаршық үстінен эпикондилус латералистен басталып, 5-ші алақан сүйегінің негізіне барып бекінеді. Қол басын жазады және әкелу қызметін атқарады. Мускулис экстенсор дигити миними 14 цифрамен көрсетілген шынашақты жазатын бұлшықет. Шынашақ деп отырғанымыз қолдағы ең кішкентай саусақ болып табылады. Басталады тоқпан жіліктің латеральды айдаршық үстінен және бекінеді 5-ші саусақтың дистальды фалангісінің негізіне шынашақты жазу қызметін атқарады. Одан кейін мускулис экстенсор карпи радиалис лонгус et brevis 2-ші және 3-ші бұлшықеттер білезікті жазатын кәрі жіліктік ұзын және қысқа бұлшықеттер.
басталады тоқпан жіліктің латеральды айдаршық үстінен эпикондилус латералистен бекінеді екінші және үшінші алақан сүйегінің негізіне. Білекті және қол басын жазады, қол басын әкетеді. Енді білектің артқы топ бұлшықеттерінің терең қабаты қалды. Бірінші мускулис абдуктор полицис лонгус. 5-ші цифрамен көрсетілген бас бармақты сыртқа әкететін ұзын бұлшықет, басталатын орны шынтақ сүйекпен кәрі жіліктің артқы беті бірінші алақан сүйегінің негізіне барып бекінеді. Бас бармақты әкету қызметін атқарады. Келесі мускулис экстенсор полицис лонгус et brevis. 6-шы цифрамен көрсетілген бас бармақты жазатын ұзын және қысқа бұлшықеттер. Басталатын орын кәрі жіліктен және сүйек аралық мембранадан. Яғни мынау бізде кәрі жілік және шынтақ сүйек. Осы екеуінің арасында сүйек аралық мембрана болады. Яғни осы бұлшықеттер осы мембранадан бастау алады екен. Мускулис экстенсор полицис лонгус, яғни ұзыны бас бармақтың дисталды фалангысының негізіне дейін барып бекінеді, ал қысқасы бас бармақтың проксималды фалангысының негізіне дейін барып бекиді екен. Ол екеуі бас бармақты жазу қызметін атқарады. Келесі мускулис супинаторы, білек супинаторы, басталатын орын тоқпан жіліктің латеральды айдаршық үстінен эпикондилус латералистен, ал бекінетін орын кәрі жіліктің жоғарғы соңына дейін барып бекінеді. Яғни мына бұлшықет бізде супинатор деп аталады. Яғни супинация дегеніміз білекті сыртқа айналдыру, қол басын супинациялайтын қызметін атқарады екен. Келесі бұлшықет мускулис экстенсор индицис, соқ саусақты жазатын бұлшықет. Шынтақ сүйектің төменгі 3/1 бөлігінен басталады да соқ саусақтың аралық фалангісіне дейін барып бекінеді. Соқ саусақты жазу қызметін атқарады. Осымен білек бұлшықеттері аяқталды. Келесі видеода қол бұлшықеттерінің ішінде қол басы бұлшықеттерін тоқталатын боламын. Назарларыңызға көп рахмет.